горжусь тем, что я был металлургом. Такая жизнь прошла. Она, конечно, не говорят, что там горячий цеха. Моя жизнь прошла бурно, я никогда об этом не жалею. Жарты ғасыр бойында от ауыздықтап, болат балқытып, сүйікті ісінен қол үзбеген атаңызға айналған Арғын Жүнісовтай аяулы азаматтың өмірден озғанына 9 жылдың жүзі болыпты. Қазақтан шыққан алғашқы металлург көшін бастаған аяулы азаматтың еңбек жолы ел тарихындағы елеулі бір іс. 14 жасында жолын бет шақсасына түсіп, қара жұмыспен қабырғасы қатып, боғанасы бекеген шағында тағдыр оны Теміртауға келді. Қазақ металлургиялық зауытына, Мартен цехына шихташы болудан бастап, болат балқытушылар қатарына қосылды. Осылайша, аға толқы металлургтердің алдыңғы шоғырында Еламан Байғазиев, Алтынбек Дәрбаев сынды тарландармен шеберлігін шыңдап, болат балқытушылардың даңқты еңбек дәстүрін іргетасын қаласты. Қазақстан магниткасымен тығыз ұштасқан өнегелі еңбек жол жалғасты. Ерекше адам болатын. Ол кісі рекорд, мысалы 8 сағатта балқытатын болатты. Ол кісі 6 сағатта үлгеретін еді. Сонда ұйымдастырушы адам болды. Қарым қатынасы елмен жақсы болды. Әсіресе біз жас баламыз 18-дегі. Сол уақытта бізге құрбысындай қарайтын, бізге үлгі болды. Теңдесі жоқ адам. Ол кісіні бізде Анохин Антой Михайлович цехты басқарған, қаланың партия қызметкерін бірінші секретарь болған адам. Ол кісі Арекеңді, Арғын Жүнісовті необразованный профессор деп айтатын. Необразованный. Ол кісі темірді жаңағы түрінен танып, мысалы балқыған темір ғой, сол жаңағы жетті ма, сол белгіленген неге анализге, сол қалпына келді ма, бәрін көзбен қарап, бір қарағаннан танитын, сондай өте бір құрметті ағамыз болды. Уақытында жалынның арғымағы арғынаға деп ақын Еркеш Ибрахим жырлағандай, төзімділік пен қайсарлыққа жеткіншек кезінен төселген Арғын Жүнісовтың ерлікке толы еңбек жолы құрыш ел тарихындағы елеулі із болды. Небәрі 18 жасында еңбектегі ерлігі үшін медаль төсіне тақса, металлургия саласындағы жарты ғасырлық еңбегіне орай отан орденін иеленді. 1997 жылы 80 жылдық мерейтойында сол кездегі мемлекет басшысы Қазақстан магниткасын байырғы болат балқытушысы, сіз Қазақстан металлургиясының көзі тірі символ болып табыласыз. Сіздің қажырлы еңбегіңіз бен дана сөзіңіздің арқасында бүтіндей бір сала көтерілді. Осы сала мамандарының бірнеше буыны тәрбиеленді деп еңбегіне үлкен баға берілсе, сол зор құрмет Қазақстанның еңбек ері атағымен дәлелденді. Бірнеше буын металлургтерді тәрбиелеген Арғын Жүнісовтың өз кіндігінен тараған ұл-қыздарда әке жолын жалғастырды. Жүнісовтер еңбек династиясында өмірлік серігі болған Бәтима апай, ұлы Сапар, қыздары Күләш, Гүлсім Күлшаттар металлургиялық комбинатта еңбек етті. Мамам Бәтима Тәкеш қызы. Ол кісі да сіздің кезде не деген Мартинді істеген, кранда істеген, содан кейін ана ескі қалада болғанда. Жас уақытынан. Содан кейін папам осы жаққа ауысып кеткеннен мамам да осы жаққа ауысқан, жаңа комбинатқа, капровый цехқа кірісті. Сол папамның қасында болып жүрген. Бір бригада, екеуі де бір бригада, екінші бригадада жұмыс істеп жүрген. Папама көмектескен дейді. Жақсы металды нетіп аламды, зерттеп аламды, папама берем деп жүрген. Біздің халқымызда еңбек деген байлық бар, ерінбеген жетеді деген сөз бар. Болат балқыту ісінің қаш шебері атанған Арғын Жүнісов өзінің еңбек сүйгіштің арқасында көзі тірісінде сол байлыққа қол жеткізген жанның бірі. Адал еңбегінің арқасында ел мақтанышына айналған Қазақ ССР, КСРО-ның еңбек сіңірген металлургі, Теміртау қаласының құрметті азаматы Арғын Жүнісовтың ерлікке толы еңбек жолы барша металлургтерге үлгі өнеге. Қазақтан шыққан алғашқы металлургтердің өшпес ізі болған аяулы жанға құрмет ретінде көзін көрген оның шәкірттері Арғын Жүнісовтың отбасымен көп жылдар тұрған үйдің қабырғасына ескерткіш тақта орнатуға ұйытқы болды. Енді Теміртаудың көрнекті бір көшесінде ерен еңбектің үлгісін танытқан құрметті металлургтың есімі берілсе, нұр үстіне нұр болар еді.
Абия Теміртауға бір көшеге бабамның атын берсе, бізге қуаныш болады. Осы қаланың кісілеріне де сол қуаныш болады. Бәрі сол папамды жақсы еске алып жүреді. Ондай болса, тіпті жақсы болады.